Ғұбайдолла Айдаров атындағы номері 1-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог модератор Қабдешева Ажар Оралбекқызы. Сіздермен оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабаққа түгеліңіз дайынсыз ба? Сабаққа дайын болса, мен сіздерді бірінші топқа бөліп алғым келіп тұр. Менің алдымда әртүрлі суреттегі пазлдар тұр. Осыны алып, осы бойынша топқа бөліне қояйық. Қане келе қойыңыз. Әрқайсысын бір суреттен ала қойыңдар. Бәріміз тақтаға назар аударайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ең үлкен, ең кіші, ең қымбат және ең ауыр кітаптар. Морфологиялық тақырыбымыз күшейткіш үстеулерге тоқталатын боламыз. Мұндағы оқу мақсаттарымен таныстырайық сіздерді. Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу, үстеудің мағыналық түрлерін, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз мәтіндегі қателерді емле ережесіне сай түзетіп жазу, редакциялау, тыңдалым материалы бойынша негізгі жинақы мәтін жазасыздар, және де үстеудің мағыналық түрлерін, соның ішінде күшейткіш үстеуді ажыратып білетін боласыздар. Оқушылар, мен сендерге мынандай бір алтын сандыққа бір зат жасырып тұрмын. Бұл заттың сендер қандай зат екенін табу керексіңдер. Әуелі оның анықтамаларымен таныс болайық. Бұның ішіндегі зат, ол ең сабырлы ұстаз дейді. Ол ақиқат пен шындықты ажыратуға көмектеседі. Ол саған ақылшы бола алады, керек кезінде дос та бола алады. Оны адамдар қолдан жасайды, оны білімді адамдар аса қадірлейді. Оның формалары әртүрлі болады. Ол біздің асыл қазынамыз, рухани байлығымыз екен. Неге ойлайсыздар? Өте жақсы. Осы кітаптан басталады екен. Ал бүгінгі сабағымызда осы кітаптарға байланысты қызықты мәліметтермен танысатын боламыз. Бұл әлемде кітаптың әртүрлі формадағы түрлері кездеседі екен. Соның ішіндегі ең ауыр, ең қымбат, ең үлкен, ең кішкентай кітаптармен танысатын боламыз. Ол үшін мына бір аудио мәтінге назар аударамыз, мұқият тыңдаймыз. Еңбегі ең ауыр кітап Лондондағы Британ мұражайында сақтаулы тұрған биографиялық авторларының көлеміндей кітап ақш-тың 16-шы президенті Абрахам Линкольнның басылымы. Тыңдалым мәтінін мұқият тыңдаған болсақ, алдымыздағы суретте қандай кітап бейнеленген екен? Ал білім тобы айта қойыңдар. Біздің ақшыларында ол бейнеленген апокалипс екен. Ары қарай байлық тобы. Ержан айта қой, сендердің алдарында әлемдегі ең ауыр кітап, яғни аңыз кітабы. Жақсы. Ботагөз, сендерде қандай кітап? Ең кішкентай. Әлемдегі ең кішкентай кітап Құранның миниатюрасы дейді. Жақсы. Ал Жанетке айта қой, сендерде ең үлкен кітап екен. Жақсы. Тыңдалым мәтіні түсінікті болды ма? Берілген ақпараттар? Жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл топтық жұмыс. Топтық жұмыс 4 топқа жаңағы оқылған мәтін бойынша сендерге қазір қате жазылған мәтіндерді беремін. Сендер осының қатесін түзету керексіңдер. Болдық па? Әйгерім? Марта, болдыңдар ма? Тапсырманы орындап болған болса, өзіңді тексер дейді. Қатедегі дұрыс нұсқасына қарап, өзіңіздің түзеткен қатеңіз дұрыс па екен? Тексерейікші өзіңізді. Байлық тобы өте жақсы жұмыс істепті, барлығы дұрыс екен. Қане? Сыяды, дұрыс. Мына үстеудің түрлерін өттік қой өткен сабақтан. Күшейткіш үстеулерді бастамас бұрын тағы да бір жол жасап шығайық үстеулерге. Амина, тақтада берілген сөйлемді оқи қойшы, бірінші сөйлемді. Қалыңдай емес қыстың орта кезі болса да биыл қар жұқа. Осы сөйлемде үстеу бар ма? Қайсысы?
тапсырмасын орындаймыз. Бұл тапсырмада күшейткіш істеулерді қолдана отырып, мына басталып тұрған мәтінді аяқтауымыз керек болады. Қане бастап жасамыз, міндетті түрде сендерге шығарып қояйын. Күшейткіш істеулерді жинақы мәтіннің құрамында қолданамыз. Ал оқушылар, тапсырмамыз дайын болса, дос тобы бастап оқимыз. Қане, Асан дайын ба? Оқи ғой. Кітап адамзат баласы үшін асыл қазына. Себебі біз кітаптан өте көп білім аламыз. Біз кітаптан оқып, жазып үйренеміз. Біз кітапты аса қатты құрметтеп сақтап қоюымыз керек. Өте жақсы. Ішіндегі күшейткіш істеулер қайсысы? Өте және аса. Өте жақсы. Ары қарай Жәнетке дайын ба? Оқи ғой. Кітап адамзат баласы үшін ең асыл қазыналардың бірі. Кітап арқылы біз не істей аламыз, оның пайдасы қандай? Кітап арқылы біз жаңа ақпараттармен танысамыз. Кітапта керекті нәрселер, ережелердің бәрі де бар. Кітапты оқыған адамның ақыл білімі, ойы өте жоғары болады. Біз бос уақытымызда тек қана телефонды ұстамай, көп кітаптарды оқуымыз қажет деп ойлаймын. Күшейткіш істеулер қандай ғой? Өте ең. Өте жақсы. Өз дайын ба жауап? Оқи ғой. Кітап адамзат баласы үшін асыл қазына, дәл ақпараттың кілті және нағыз білімді адамдардың жанағысы бар. Оның адамға ораса зор пайдасы бар және ол адамзаттың ең керемет және ең маңызды дүниесі. Өте жақсы жазған екен. Сендер аяқтамадыңдар ма? Мені дайынсыз ба? Ал оқи ғой дайын болса. Кітап адамзат баласы үшін асыл қазынаның бірі. Кітап адамдарға ең керекті заттардың бірі. Кітаптың адамға деген пайдасы өте көп. Адамға ең керек қазына ол білім. Өмірге өте керек. Білім адамға орасан зор байлық әкеледі. Ал күшейткіш істеулер қандай ғой? Өте ең орасан. Жақсы. Ары қарай Салтанат оқи. Кітап адам баласы үшін ең асыл қазына. Кітап адам үшін өте маңызды нәрселердің бірі. Адам мен кітап нағыз достар. Ғылымға, білімге қызығған адамдар кітапты аса қадірлейді, құрметтейді. Бүгінде кітап оқу үшін барлық жағдай жасалған. Тек кітап оқуға деген құштарлық ықылас болған. Өте жақсы. Істеулер? Ең өте нағыз аса. Өте жақсы. Бүгінгі сабақ оқушылар түсінікті ме? Олай болса, бүгінгі сабақты 5 сұрақ әдісі арқылы қорытындылағым келіп тұр. Мына жерге қарай қойыңдаршы, тақтаға қарай қойыңдар. Кітапта жайлы қандай қызықты мәлімет білдіңіз дейді. Айта қойыңызшы, кім қандай қызықты мәлімет білді? Асан, қандай қызықты мәлімет білді кітап жайлы? Ең күшті, кішкентай, ең ауыр, ең қымбат кітап. Жақсы. Ботагөз, сен қандай мәлімет білдің? Жақсы, қызықты. Әлемде ең кішкентай кітаптар және олардың ең кішкентай адам баспалары. Өте жақсы. Тағы да қыздар қандай мәлімет білдік? Миниатюрасы, иә? Ары қарай күшейткіш істеулер дегеніміз не? Оларды атаңдар дейді. Кім түсінді мына тапсырманы? Күшейткіш істеулерді тақырыбын. Ал айта ғой, Әйгерім күшейткіш істеу түсіндік ба? Кітаптың сыйлық қасиетін күшейтіп Мысалы, өте ең маңызды. уақытта кітаптар жайлы не білгіңіз келеді дейді? Не білгіңіз келеді кітаптар жайлы? Ең қандай? Көрнекті? Көне кітаптар, ескі кітаптар жайлы мәліметтер білгіміз келеді екен. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақты түсінген болса, бүгінгі сабаққа барлықтарыңыз жақсы қатыстыңдар. Барлықтарыңды жоғары 7, 8, 9 деген балдармен бағалай.